уақыт пен жердегі атмосфералық жағдайларды сипаттайды. Бірақ ауа райы мен климат бір емес. Климат 30 жыл, не одан да ұзақ уақыт аралығындағы орташа ауа райы бойынша есептелетін орташа атмосфералық жағдайларға негізделген. Нақты бір күннің ауа райы сан алуан болуы мүмкін. Дегенмен аумақтық климаты бізге қандай ауа райын күтуге болатынын айтады. Әлемді бірнеше климаттық аймақтарға бөлуге болады. Олар тропикалық, қоңыржай, құрғақ, суық, полярлық. Әр климаттық аймақтың өзіне тән климаты, өсімдік жамылғысы және жануарлар әлемі бар. Полярлы аймақтар жоғары атмосфералық қысыммен, құрғақ мұзды желімен және ылғалдылықтың аздығымен ерекшеленеді. Климат жағдайлары аймақтан аймаққа өткенде өзгеріп отырады. Тропикалық немесе экваторлық белдеулерде ыстық және ылғалды ауа райы жыл бойы байқалады. Мұз қатқан полюстерден ыстық шөл мен қоңыржай шалғынға дейін климат ғаламшарымыздың әртүрлі мекендеу орталары мен биоалуандылығын зор етіп қалыптасуына үлес қосады.